Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен өте дәмді әрі оңай Наполеон тортын жасаймын. Осындай жібітілген сары майды шанышқы арқылы езіп аламыз, бір белгі масса жасаймыз. Оған осындай мен президент қаймағын қосамын. 200 грамм президент қаймағы міндетті түрде 20 немесе 15% болу керек. Барлығын қосып аламыз. Екеуін бірге жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін шым-шым тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ұн қосамын. Ұнды алдын ала еліктен өткізіп алдым, және де ұнды 2-3 бөлікке бөле отырып қосамын. Ұнның барлығын қосып жібермеңіз, себебі бізде соңында жұмсақ қамыр шығу керек. Оның барлығын қосып жіберсе, қамырымыз қатайып кетуі мүмкін. Менде шамамен 400-420 граммдай ұн кетті. Сіздер өздеріңіздің ұныңыздың сапасына қарай қосасыздар. Бізде соңында жұмсақ қамыр шығады. Мінекей осындай қамыр бізде шықты. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Бірақ қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді біз оны салафановый пакетке салып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз. Екі сағат өтті, менің қамырым кішкене қатайды. Енді мен весыйға қамырымды өлшеп аламын, 810 грамм. Және де мен осы қамырдан 10 кор жасаймын. Сондықтан 810 граммды 10-ға бөлгенде 81 граммнан шығады. Яғни мен бір коржды 81 граммнан жасайтын боламын. Осылай бөліктерге бөліп аламын. Одан кейін мен барлығын өлшеп алдым. Мінекей менде 10 кор шықты. 2 коржымды аламын, қалғанын тоңазытқышқа салып қоямын. Енді мен осындай пергамент қағазын қолданамын. Менде әрдайым пергамент қағазы поклан деп аталады. Поклан пергамент қағазын қолданамын. Сіздерге де кеңес беремін. Осылай бір пергаменттің үстіне тағы да бір пергамент сала отырып, оқтаумен илейміз. Сол кезде қамырымыз жабыспай, өте ыңғайлы болып иленеді. Видеода көріп тұрғаныңыздай жасаңыздар, өте ыңғайлы болады. Бұл торттың бір ерекшелігі, корждары өте жұқа, қатпарлы болып шығады. Сонында көретін боласыздар. Мінекей мен осылай пергамент алып тастаймын. Оңай алынады пергамент. Енді мен тортымның дөңгелек формасын шығарып алуым керек. Сол үшін мен тарелканы пайдаланамын. Тарелкені осы қамырдың үстіне қойып, жандарын осылай пышақпен кесіп шығамын. Қамырымыздың шеттерін алмай қоюыңызға болады. Дәл осы күйде пісіріп аламыз. Себебі қазір біздер осы қамырдан тортымызды безендіретін боламыз. Үгітіп алып, соңында барлығын безендіріп көрсететін боламыз сіздерге. Және де дайын болған тортымызды үстінен осылай шанышқымен өтіп шығамыз. 180 градуста 10-12 минуттай қызарғанша пісіреміз. Мен корждарымның барлығын пісіріп алдым. Енді мен заварной крем жасайтын боламын. Оған қант қажет болады, жүгері крахмалы, сүт, сары май және де жұмыртқаның сарысы қажет болады. Ең алдымен жұмыртқаның сарысын жарып алдым мен. 4 жұмыртқаның сарысын, оған 200 граммдай қант саламыз. Барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осылай етіп мен венчиктің көмегімен жақсылап барлығын араластырып алдым. Одан кейін сүтімізді құямыз да барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Қантымызды кішкене ергенше араластырамыз. Оның үстіне 2 ас қасық жүгері крахмалын 2-3 бөлікке бөле отырып қосамыз. Бізде бір келкі масса пайда болу керек. Түйіршіктер қалмайтындай етіп жақсылап араластырамыз. Одан кейін баяу отқа қойып жақсылап араластыра отырып, заварной кремімізді жасаймыз. Мен кішкене ванилин қосамын. Ванилинді қоспай қоюыңызға да болады, өз еркіңіз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай 3-4 минутта біздің креміміз қоюлана бастайды. Қалай қоюланады? Дәл солай газден алып тастайсыздар. Қайнатудың қажеті жоқ. Мінекей кремімізді алдық. Енді оған жаңағы ерітілген жұмсарған сары майымызды қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын болды. Енді суытуымыз керек. Мінекей менің корждарым осындай болып пісті. Корждарымыздың шетіндегі артық қамырды алып қоямыз.
Жаңа айтқанымыздай, оларды біздер қазір безендіруге қолданамыз. Енді тортымызды жинай бастаймыз. Мінекей корждарымды көрсетіп жіберейін. Осындай корждар менде шықты. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай өте жұқа болды корждарым. Енді мен осындай торт жинайтын арнайы темірді қолданатын боламын. Егер де сізде үйде болмаса, оны қолданбай-ақ қоюыңызға да болады, міндетті емес. Енді мен корждарымды жинауға кірісемін. Әр коржға шамамен 2-3 ас қасықтай крем кетеді. Осындай тәсілмен барлық корждарымызды жинап шығамыз. Бізде барлығы 10 корж шықты. 2-3 ас қасықтай крем жағасыздар әр корждың ортасына. Өте керемет болып шығып жатыр тортымыз. Мінекей достар, мен тортымның барлығын жинап болдым. Менде кішкене ғана крем қалды. Ол кремді мен алып қаламын. Себебі соңында тортымды безендіруіме керек болады. Тортымыз дайын болды. Қазір біздер бетін әсемдейміз де тоңазытқышқа салып қоямыз міндетті түрде. Мінекей манағы менің артық қамырым пісіріп алдым осылай. Енді мен оқтау арқылы барлығын үгітіп аламын. Сіздер блендер қолдансаңыздар болады. Міне барлығын үгітіп алдым мен. Жаңағы артық коржымды енді тортымды безендіретін боламын. Абайлап темірін ашамыз. Біздің жанына жағылған кремдердің барлығын қазір темірден алып аламыз кері. Осындай силиконовый лопаточканы қолдансаңыздар да болады. Немесе арнайы торт жинайтын құралдарыңыз болса, сондай құралды қолдансаңыздар болады. Тортымыздың жандарына кремді жақсылап жағып шығамыз. Менде арнайы осындай тортты тегістейтін құрал бар. Сондай құралды қолданамын. Тортымды барынша тікелеп шығамын. Мінекей тортымды барынша тегістеп алдым. Енді манағы корждарымның үгінділерін пайдалана отырып, тортымды безендіремін. Тортымыз өте дәмді, өте нәзік, керемет болып шығады. Міндетті түрде тоңазытқышқа 5-6 сағатқа немесе түнге қойып қойыңыздар. Мінекей достар, менің тортым дайын болды. Өте керемет, өте әдемі, әрі оңай жасалатын тортымыздың бірі. Осы рецепт ұнаса, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма жазылуды және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей тортымды кескелі жатырмын. Өте жұмсақ, өте керемет болып шықты. Менің тортым бір түн тұрды. Өте жұмсақ, әрі керемет болып шықты. Видеомды соңына дейін көріп тамашалағаныңызға рахмет. Сау болыңыздар.